Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге ішіне пияз қосылған қаттама жасаймыз. Бұл қаттаманың жасалу жолы өте оңай, әрі өте дәмді, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоны көрмес бұрын каналға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Бұл қаттаманы жасау үшін бізге ұн қажет, оның үстіне тұз сеуіп, одан кейін ыстық су құйып илейміз. Қамырды сумен араластырып болғаннан кейін қолмен илей береміз. Шамамен 5-7 минут илесек болды. Дайын болған қамырды салфанға салып, бөлме температурасында 20 минутқа қойып қоямыз. Қаттамамыз әдемі шығу үшін біз салмасына көк пиязды қосамыз. Екі-үш бас пиязды да турап салмасына қосамыз. Ал енді салмамызды араластырамыз, ол үшін үстіне бір қасық тұз сеуіп, жақсылап араластырамыз. 20 минут өтті, салфанға салып қойған қамырымызды шығарамыз, оны бірнеше бөліктерге бөлеміз. Қамырдың әрбір бөлігін осындай етіп домалақтаймыз. Дайын болған қамырымызды ұнмен жаямыз. Кәдімгідей жұп-жұқа болғанша жая береміз. Біздің қамырымыз жұп-жұқа болып жайылды. Енді оған қимасын сала береміз. Ең алдымен ертілген сармайды үстіне тегістеп жағамыз. Майымызды тегісті етіп жағып алған соң үстіне салмамызды саламыз. Қатты шетіне шығармай ортасына салып шығамыз. Енді қамырымызды рулетке ұқсатып ораймыз. Рулетке ұқсатып орап болғаннан кейін, осылай өзін орап, шет-шетін жақсылап жабыстырамыз. Орап болған соң, үстін кішкене басып, тоңазытқышқа салып қоямыз. Кем дегенде 10 минут болу керек, біздің қамырымыз дайын болды. Енді қалғандарының ортасындағы сары майын ертіп алмай холодильникке салып қою керек, ал мына бір бөлігін жая бастаймыз. Қаттамамызды жайып болдық. Енді табамызға аз мөлшерде май жағып, қаттамамызды пісіре бастаймыз. Майымыз кішкене қызғаннан кейін қаттамамызды үстіне салып, қақпағын жауып қоямыз. Мен бір бетін шамамен 3 минуттай пісірдім. Енді екінші бетінде пісіретін боламыз. Біздің қаттамамыз дайын болды. Тәбет ашарлықтай тағам болды.
Бұл ішіне сарымай мен пияз қосылған қаттама өте дәмді. Таңғы ас ретінде, түскі ас ретінде тұтына берсеңіз болады. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.